Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер өт жолдарын қалай тазалауға болады? Өт жолдарын үй жағдайында тазалауға болады ма? Осы және өзге де қызықты сұрақтардың жауабын білетін боласыздар. Өт сарғыш қоңыр, дәмі ашқылтым, қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құйылады. Өт қабынан ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 елешекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан зор. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Тағамдарды ақуыз көмір суына және майларды май қышқылдарына дейін ыдыратады. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттарды сыртқа шығарады. Өт қызметінің бұзылуы өт қабында өттің қоюлануына, асқазан ішек жолдарына ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық және тағы басқа симптомдарды байқауға болады. Дәрігердің айтуынша, өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауру пайда болуы мүмкін. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Соның салдарынан өт дұрыс тамбайды. Өт қалташасында үйіп тұра береді. Режим дұрыс болмағандықтан өт үйіп қоюлана бастайды. Осылай құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Содан кейін түрлі торт, тәтті, қуырылған тағамдар көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарины бар тағамдарды алайық. Түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамы пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Диетолог мамандар адам су нормасына да көңіл бөлу керектігін айтады. Сонымен қатар мейлінше пайдалы майларды тұтынған жөн. Өт жолдарын тазалау, өт қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бір қалыпты жағдайға ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолдарын тазалауда қолданылатын көптеген әдістер бар. Бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдер бар екенін ескерген жөн. Негізгі көрсетілімдер: өт қабының дискинезиясы. Антибиотиктерді ұзақ уақыт қолданғанда, дұрыс тамақтанбау кезінде, өт қабының қабынуы кезінде, ағзаның улануы кезінде, бір орында қимылсыз ұзақ отырған уақытта, гепатиттердің әртүрлі формаларында, билиарлы жүйенің қызметі бұзылған кезде өт жолдарын тазалауға болады. Өт жолдарын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған жөн. Тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп, оның асқынуларын алдын алу қажет. Бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталсақ. Оң жақ қабырға астының ауырсынуы, метеоризм, үлкен дәреттің жүрмеуі, тәбеттің болмауы, ауызға қышқыл дәмнің келуі және кекірік, әртүрлі деңгейдегі аллергия, әлсіздік, шаршағыштық. Бұл көрсетілімдер де өт жолдарын тазалауды талап етеді. Егер де өт қабында көптеген ұсақ тастар болса, немесе үлкен конкременттер болса, процедура жүргізілмейді. Себебі өт жолын жауып, қабырғаларын зақымдайды. Сонымен қатар науқас қатты ауырсыну сезімін сезуі мүмкін. Сонымен қатар өт жолдарын тазалау асқазан ішек жолдарының асқынуы кезінде, ек қабат кезінде, сүт емізілу кезінде, адам ағзасында паразиттер болғанда, операциядан кейін, жүрек қан тамыр жүйесі аурулары кезінде, психикалық аурулар бар кезде жүргізілмейді. Өт тазалау жолдары кезінде дайындықты ішекті тазалаудан бастау керек. Себебі ішектерді токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сіңіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар қатаң түрде диета сақтау керек. Бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метеоризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланған жөн. Көбінесе кашаларды, сорпаларды, қаймақтарды жеген пайдалы. Алкогольден, майлы және қуырылған тамақтардан ада болыңыз. Өт жолдарын үй жағдайында қалай емдеуге болады? Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс.
Кейде редьканың ішін үңгіп, оны балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауруларында ересек адамдарға ас қасықпен, ал балаларға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм, тас жиналудан сақтайды. Сондай-ақ бір стакан сәл жылытылған минерал суына бір ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 немесе 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп барудың жеңілдеуіне әсер етеді. Қандай да бір емді жасамас бұрын дәрігермен кеңесіп алған жөн. Жоғарыда аталып кеткен балдың, лимонның, редьканың, сәбіздің пайдасы туралы менің арнамдағы видеоларды көре кетіңіздер. Сілтемесін астында қалдыратын боламын. Видеода айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.